Кеш жарық, менің сүйікті оқырмандарым. Менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге домашний ұйғыр лағманын жасап көрсететін боламын. Бізге керекті бетіндегі салмасына мына жерде қажетті заттарым барлығын турап дайындап қойдым. Ең бірінші тестамды, одан кейін картошка, қызанақ бұрышы, пияз, жасыл горохымыз бен селдеремізді да турап барлығын дайындап қойдым. Ал енді майды құйып қыздырып болған соң етті сала бастадым. Менің балаларым етті аз жегендіктен мен аз ғана ет қолдандым мына жерде. Жақсылап бір келкі етіп қуырып аламыз етті. Ендігі кезекте пиязды сала бастадым. Менде бірде пияз 4 бұрышты кубик етіп турап қойдым. Барлығын кубиктап турап қоясыздар. Одан кейін менде 4 үштік чеснокты да турап сала бастадым. Осыны жақсы қуырып, бір 5-10 минут қуырып аламыз. Менде мына жерде 3 помидор, кішкентай 3 помидорды турап кубиктап, және 2 қасық ас қасық аджикамызды салып, жақсылап араластырып, суы тартқанша бір келкі етіп қуырамыз. Жақсылап қуырып болған соң менде мына жерде лавролис, қара бұрыш, паприка мен дәміне қарай тұз саламыз. Енді үй температурасында тұрған суды құйып, бір жақсылап қайнатып аламыз. 10-15 минут қайнаған тамағымызға сәбізді сала бастаймыз. Етіміз пісіп қайнап болам дегенше картошканы суға салып қоямыз, қарайып кетпеу үшін. Сәбізді 10 минут қайнап болған соң селдерей менен жасыл горохымызды саламыз. Одан кейінгі кезекте бізде болгар бұрышын да бірге салып, бір 10 минут жақсылап қайнатамыз. Бірақ мен қайнатпай сыраз картошканы да салдым. Сөйтіп 15 минут қайнатып, картошкамыз да пісіп дайын болады. Міне енді менің тамағым дайын болып шықты. Менде мына жерде 1,5 килограммдай теста бар еді. Тестаны өзім жасап алдым алдын ала. Осылайша ыдыстарға құйдым. Менде 8 порция шықты. Дәмі өте дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Менің сүйікті оқырмандарым.